Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, және де видеоларды бөлісіп, бізді қолдап отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді. Бір күні, бір ақсақал ғұлама шәкірттерімен әңгіме барысында 30 жыл бұрын әлхамдулилля деген үшін 30 жыл бойы тәубе сұрап келемін, дейді. Шәкірттері таңғалып, мұның мәнін сұрағанда, әлгі ақсақал былай деп түсіндіреді. Сауда орнында үлкен өрт шығып, көптеген саудагерлердің дүкендері өртеніп, иелері үлкен шығынға ұшырайды. Өрт туралы маған хабар жеткенде, мен сенің дүкеніңе ештеңе болмапты деген сүйінші хабарға абайсыздан әлхамдулилля деп қалыппын. Кейін осы әрекетіме қатты өкіндім. Мұсылман бауырларымның мал-мүлкі жанып кеткен кезде өзімдікі аман қалды деп шүкір еткенім шынайы мұсылмандыққа жараспады деп қатты қобалжыдым. Еңіреп тәубе еттім. Кейін өрттен зиян көрген мұсылман бауырларыма ортақтас болайын мақсатымен дүкенімдегі барлық заттарды кедейлерге таратып берсем де, сол күннен бері 30 жыл бойына тәубе етсем де, әлі де жаным тыныштық таппады. Мен өлген кезде ешкім білмейтін, адам жүрмейтін бір жерге апарып жерлеулеріңді сұраймын. Топырақ мені қабылдамай, достарымның алдында ұят болмасын, дейді ақсақал. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, және де видеоларды бөлісіп, бізді қолдап отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді.